Сәлеметсіздер ме? Сабақтың тақырыбы өлім, өлім нышандары, өлікседегі өзгерістер. Сабақтың мақсаты өлім түрлерін, өлім нышандарын және өлікседегі өзгерістерді меңгеру. Сабақтың нәтижесі өлім түрлерін, өлім нышандарын және өлікседегі өзгерістерді біледі. Өлім ағзаның өмірлік функциясының қайтымсыз тоқтауы. Өлім түрлері табиғи және уақытынан бұрын болып екіге бөлінеді. Табиғи барлық өмірлік функцияның бірте-бірте тоқтау салдарынан. Уақытынан бұрын жиі адамдар мен жануарларда болады. Жабайы табиғаттағы жануарлар жыртқыш аңдардан өлуі немесе ауыл шаруашылық жануарларының аурулары сойыс. Өлімнің себептері болуы мүмкін. Өлімнің біріншілік шала салдануы, жүректің зақымдалуы немесе орталық жүйке жүйесінің тамыр қозғалтқыш орталығының шала салдануы салдарынан. Тыныстық тоқтауы мидың тыныс орталығының шала салдану нәтижесінде. Өлімнің бірінші себептері тыныстың тоқтауы мен жүрек жиырылуының тоқтауы салдарынан болады. Өлім кезеңдері. Жанталас. Өлу үрдісі бірнеше секундтардан бірнеше сағаттарға дейін жалғасуы мүмкін. Клиникалық депрессия, қысқа уақыттық қозу, тыныс ырғағының күйзелісі, жүректің жиырылуы, рефлекторлық реакцияның әлсізденуі мен болмауы. Клиникалық өлім, оның шартты кезеңі жүректің тоқтауы болып табылады, бірақ ағзалар біраз сағат бойы өздерінің өміршеңдігін сақтай алады. Биологиялық өлім, ағзаның барлық элементтерінің өлуі. Өлімнен кейінгі өзгерістер. Өлексенің суы, өлексенің сіресуі, өлексе дақтарының пайда болуы, өлексенің шіруі. Өлексенің суы. Өлік қоршаған ортаның температурасын тез қабылдайды. Өлексе тез салқындайды. Қоршаған орта температурасы төмен болғанда, жануарлар жүдеу болғанда, жануарлардың қансыздануында. Өлексе ақырын салқындайды. Бірінші, қоршаған ортаның жоғарғы температурасында. Екінші, жануар өлер алдында температурасы жоғары болғанда. Өлексенің температурасы өлгеннен кейінгі бірінші сағаттарда көтерілуі мүмкін. Бірінші, септикалық аурулардан өлгенде, екінші, орталық жүйке жүйесінің қайта қозуында. Өлексенің сіресуі. Бұлшық еттерінің сіресуі мен буындарының қозғалмауы. Жануар өлгеннен соң бұлшық еттері босаңсиды. 2-4 сағат өткеннен кейін жұмсақ болады. Кейін сіресу белгілері пайда болады. Және ол өлгеннен кейін 24 сағат өткен соң аяқталады. 1-2 тәулік өткеннен кейін сіресу белгілері жоғалады. Өліктің сіресуі бірте-бірте пайда болады. Жақ, мойын, алдыңғы аяқтарының, артқы аяқтарының бұлшық еттері. Бұлшық еттердің жұмсаруда осылай болады. Ішкі ағзалардың нәзік бұлшық ет ұлпалары да өліктің сіресуге ұшырайды. Өлексе дақтарының пайда болуы. Гипостазаның бірінші сатысы қан күшінің ауырлығы әсерінен төмен жатқан дене бөліктері мен ағзаларға барады. Ол өлгеннен кейін 3-4 сағат өткен соң пайда болады. Жиі теріні кескенде байқалады. Гипостатикалық инвазияның екінші сатысы төменгі дене бөліктеріне лимфада араласады.
лимфамен араласып, гемоглобинмен боялған қан плазмасы ұлпада маңайындағы қан тамырланады. Ұлпаларды кескен кезде ұлпалық сұйықтық бөлінеді. Агония үдерісі ұзаққа созылғанда қан құрамында ақшыл түсті үйінділер 38 болады. Асфиксиядан өлген кезде қан ұйымайды. Өлімнен кейінгі үйінділерді кескен кезде беткейі нәзік, серпімді, ылғалды тамырлардан оңай ажырайтын болады. Өлексенің шіруі күрделі органикалық қосылыстарды қарапайым қосылыстарға, күкірт сутектерге, аммиакқа, көмірқышқыл газына дейін ыдырататын микроағзалардың өміршеңдігі мен ұлпалардағы аутолиз үдерісінің әсер ету нәтижесінде пайда болады. Аутолиз ішек қарын шырынының, ұйқы безі секретінің және тағы басқаларының әсерінен ішек пен қарынның кілегей қабықтарының өліктік қорытылуы. Ол торшалар бұзылған кезде ферменттердің босауына байланысты. Өліктің шіруінің белгілері: ұлпа мен ағзаның көлемі ұлғаяды, құрсақ және шат қуыстары аумағындағы ұлпалардың түсі лайлы қоңыр түске айналады, ұлпалар жұмсақ борпылдақ болады. Өліктің шіруі жылдамдығының салқын температура, құрғақ орта, консервирлеу, бальзамирлеу ақырындатады. Жануарлардың тез шіруіне оның сепсистен өлуі, ылғал жылу әсер етеді. Бекіту сұрақтары: өлім туралы түсінік, өлімнің себептері, өлімнің түрлері, өлім кезеңдері, клиникалық және биологиялық өлім ажырату. Тест сұрақтарына жауап беріңіздер. Кәсіби терминдермен жұмыс. Аталған терминдардың орысша, ағылшынша, латынша атауларын толтырыңыздар. Сәйкестендіріңіз. Үй тапсырмасы: Өтеген Оқырманұлы ветеринарлық патологиялық анатомия оқулығындағы 5-27 беттер. Назарларыңызға рахмет.